Ассалаумағалейкум. Мынау міне дайынный аппараттың несі моторы. Мына жерде шестигранникпен шешіледі, 3 болтпен. Мынаның бәрі алынады. Шешіледі. Мынау. Шешіп көрсетеміз. Шеш мынаны. Шештік. Ішінде пластинка болады, 4 пластинка. Айналған кезде былайынан, мына көрдіңіздер ме? Былайынан айналады да ішке кіріп, мынау арқылы не создавать етеді ғой? Давление создавать етеді. Осы іші мусор, қоқым толып қалады ішіне. Содан кейін осы не етіледі. Мына жерден де 3 болтпен шешіледі. 3 болтпен. Мынау алынады корпус. Қазір шешіп көрсетеміз. Шешіледі де, мынау алынады. Көрсеңіздер мені. Содан наждак нулевкамен алып, мынаның бәрін тазалау керек. Мына жерді, мынаның сыртын, мынаның ішін тазалау керек. Міндетті түрде бәрін тазалап, ұстап құрғатып, мынаның өзін тазалау керек. Әр несін жеке-жеке бөлек. Содан кейін ыңғай келсе ішінде тазалап жүру керек. Бәрін тазартып, қайтадан орнына өстіп салып, қайтадан кигізесіздер. Сол кигізесіздерде 3 болтын тартасыздар қайтадан. Тартып қайтадан орнына қойып жатырмыз, тартып жатырмыз. Тартып ма, қатты тарттым, бір тексеріп шық. Андағын кигізесің. Бұны да тазалап жүреміз. Мына жағын бәрін тазартып, мен салып орнына. Міне бәрін тарттық. 3 болтын тартып қойдық. Содан мына жерде обратный клапан болады. Мына жерде шланга жалғанып тұрады. Осы обратный клапанды көбі түсінбей жатады. Сол балғамен ұр деп айтамыз ғой біз. Міне шешіп көрсетейін сіздерге. Обратный клапан деген мынау шарик болады ішінде міне. Мынандай. Осы міне шарик, осы жерге жабысып қалады міне былайынан. Сол кезде мына жерден балғамен ақырын тық еткізіп ұрып жіберсеңіздер, қатты тұрып керек жоқ, қайта. Осы шарик шығып кетеді былай қарай. Мынау жел itергенде өстіп шығып кетеді. Негізі былай қатып қалады ғой өстіп. Содан кейін кейде воздух жүрмей қалады. Сол үшін балғамен ақырын тық еткізсеңіздер, мына шарик орнынан кетеді де, соны ары қарай жүріп кетеді. Осыны ұр деп айтамыз біз негізі. Көп дұрыс түсінбей жатады.